Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Бейсенбек Орынтай Жеңісұлы. Мен нөмір 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің 4-ші курс студентімін. Менің таңдауым негізгі орта білім беру мамандығындағы шетел тілі мұғалімі біліктілігіне түсті. Тілге, әлемге, саясатқа қызығушылығым бала күнімнен басталды. Ал 2012 жылы жүрегімнің таңдауымен ағылшын тілін оқуды, толықтырып жетілдіріп оқуды бастадым. Оған үйдегілер де отбасында қарсы болған жоқ. Атам маған өзінің рұқсатын да батасын да беріп, бұл тілдің әлемдік деңгейдегі тіл екендігін және болашақта өте үлкен қажеттілікке ие болатынын айтты. Сөйтіп 2012 жылдан бастап ағылшын тілін жетілдіріп оқи бастадым. Ал кейінірек арманым үлкен деңгейге айналып, масштабын кеңейткен соң 2017 жылы осы педагогикалық колледждің студенті атандым. Колледжге оқуға түскенге менің қоғамдық жұмыстарға деген қызығушылығым өте көп болды. Және бір жағынан ойландым. Менің бір күнімнің 24 сағатының 6 сағаты педагогикалық колледждегі біліміме арналады. Ал мен неге қалған 3-4 сағаттарын қолдана алмаймын? Осы сұрақтың айналасында өзіме үлкен ден қойып, колледждегі ең алғашқы Адал ұрпақ деген еріктілер клубына қабылдандым. Және сол арқылы волонтерлік істерді де бастап кеткен болатынмын. 2017 жылы қараша айында мен тұңғыш рет пікірсайыс дегеннің не екенін ұғынып, бірінші курсында колледждің пікірсайыс клубының ашылуына, салтанат құруына, негізін салуына үлес қостым. Пікірсайыс клубының Қадам пікірсайыс клубы деп атауын қойдық. Ол атаудың шығуының себебі менің ұстанымның арасындағы қадам деген сөз біздің басқа да студенттерге ұнап қалып, ақыр соңында қадам деген атауды қоюды жөн көрдік. Осы Қадам пікірсайыс клубы кейінірек жекпе-жек деген турнирге қатысып, мен сол жекпе-жек деген турнирде ең үздік төреші болып иелендім. Ал кейінірек 2019 жылдың ақпанында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің алтын сапа интеллектуалды пікірсайыс клубына қабылдандым. Және бұл пікірсайыс клубына қабылданған колледж арасындағы студенттердің арасындағы жалғызы әрі алғашқысы болдым. Қазіргі уақытта мен сол атаулы пікірсайыс клубының аға буынымын. Қазір уақытта колледждік өзін-өзі басқару ұйымында ерікті түрде қызмет атқарып келемін. Бұл ұйым тек қана мерекелік іс-шаралармен ғана тоқтамай, сонымен қатар қоғамдық қозғалыстарды да жалпы барлық студенттерге пайдалы ақпараттарды жеткізе отырып қызметтерін атқаруда. 2013 жылы графикалық дизайнды бастадым. Және осы графикалық дизайны арқылы қазіргі уақытта өзімнің оқу орныма көмектесіп келемін. Яғни оқу орнымыздың әлеуметтік желідегі топ сұхбат айдарын жүргіземін. Бұл топ сұхбат айдары арқылы қазіргі уақытта 20-ға жуық студенттерді шақырдым. Бұл студенттер тек қана жай студенттер емес, бұлар үздік студенттер, чемпион студенттер және белсенді студенттер болып табылады. Және әрине білім жағына да өте үлкен мән беремін. Колледждің үлкен қолдау арқылы мен 2019 жылы маусым айында цифрлық графика, оның маңыздылығы, оның міндеті және оның іске асырылу процесі деген тақырыпта үлкен баяндама қорғап, 3-ші орында иеленген болатынмын. Өз мамандығы бойынша ағымдағы жылда мектепте қызмет етуді бастағым келген еді. Бірақ өкінішке орай әлемдік пандемияға байланысты бұл ойым жүзеге аспады. Дей тұрғанмен біз 7 айымызды жұмсай отыра онлайн білім беру академиясын аштық. Бұл академия үшін 12 қызметкер қызмет етті. Ол тек қана колледж студенттері ғана емес, сонымен қатар олар бакалавр және сонымен қатар магистратурада оқып жатқан студенттер еді. Қазіргі уақытта біздің осы онлайн білім беру академиясының сабақтарын 140 адам оқып үлгерді. Және де бұл сабақтарды біз одан әрі жетілдіру үстіндеміз. Бұл жоба үшін біз 7 айымызды жұмсаған болатынбыз. Менің хоббиім қазіргі уақытта менің қосымша жұмысыма айналып үлгерді. Қазіргі уақытта мен 2018 жылдан бері Жамбыл атындағы қалалық жасөспірімдер кітапханасында қызметкер, сонымен қатар атқарушы графикалық дизайнер болып жұмыс істеймін. Бұл кітапханаға келуімнің себебі бұл кітапхана жаңа технологиямен қамтылған және сонымен қатар 2018 жылдың сәуір айында үлкен модернизациядан өткен болатын. Ал 2019 жылы бұл кітапханаға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев келген болатын. Менің арманым тек қана педагог, ұстаз болып қана қоймай, сонымен қатар Қазақстан Республикасында үлкен қызмет ететін қызметкер болғым келеді. Яғни мен Қазақстан мен әлем арасындағы байланысты күшейтетін дипломат, Қазақстан мен шет мемлекеттер арасындағы байланысты күшейтетін және сонымен қатар шетелдегі қандастарымызға қолдау көрсететін елші болғым келеді. Бұл менің 2012 жылы өзіме бекіткен арманым болатын. Бұл педагогикалық колледж бұл арманның орындалуына бір табан жақындатты.
менің қазір үлкен мақсатым айналып отырған үлкен арманым бар. Ол осы Қазақстан Республикасының колледждері арасындағы үздік 100 студенттің қатарына ену. Мен тек қана өзімнің колледжімнің мақтанышы болып қана қоймай, сонымен қатар бүкіл Қазақстаныма мақтан болатын азамат болғым келеді.